Қазақстан осындай ортағасырлық мемлекеттердің мұрагері. Біріншісі ол Найман хандығы. Қазақстанда Найман хандығының миллионнан астам ұрпағы тұрады. Екіншісі ол Керейт хандығы. Қазақстан аумағында Керейт хандығының 350 мыңнан астам ұрпағы тұрады. Үшіншісі ол Моғолстан. Тарихқа көз жүгіртсек, Моғолстан бұл ортағасырлық моғол тайпа одағының Жалайыр, Керей, Қият, Қоңырат, Найман, Төре, Меркіттердің ата қонысы болып табылады. Қазақстандағы тарихи ата-баба жерінде 5 миллионнан астам ұрпақ тұрады. Төртіншісі Шыңғыс хан империясы, бесіншісі Алтын Орда немесе Жошы ұлысы, алтыншысы Шағатай ұлысы, жетіншісі Қазақ хандығы. Қазақстан территориясында кейінгі барлық ортағасырлық мемлекеттердің 13 миллионнан астам ұрпақтары тұрады.